Достар, сәлем, қалайсыңдар? Біздің Wednesday'ді қабыл алыңдар. Біздің Еркенұр бүгін Wednesday болды. Wednesday болу үшін не істегенін қазір айтып береміз, е? Сәлем, достар. Достар, қалайсыңдар? Бүгін бізде образдарымызды бағалап кетіңіздер. Бізде Wednesday және ұрысқақ апай. Қалай, ұнады ма сіздерге? Лайк басыңыздар. Бүгін бізде Хэллоуин ойнаймыз. Бүгін Wednesday болып киініп алды. Қалай Wednesday болғанын қазір айтып беремін. Достар, мені Wednesday'дің образы осындай. Мен шашын былай екіге бөлдім да, екі жаққа қарай өрдік. Қара резинка обязательно болу керек. Қара резинкамен осылай екі жағын істеп қоямыз. Өздеріңді де істеп көріңдер осылай Wednesday қылып, сосын қара карандашпен ернін боядық. Көзіне кішкене жылтыр жақтықта қара карандашпен көзін осылай бояп қойды. И Wednesday болып қалды. Айлинко не дейді? Айлинконың шашын өрдік та, көзіне очки кигізе салдық. Ойбай, злая болған. Қолына дәу дубинка беріп қойдық. Я, образда бізде қара футболка мен қара юбка, дұрыс айтасың. Осылай Wednesday әдемі болып шыға келді. Жоным, сен де қап-қара бояндырайық па? Давайте, достар, біз Хэллоуин ойнағымыз келіп жатыр. Айлинко да Wednesday сияқты болам дейді. Давайте, Айлинконы бояндырғанымызды бәрін сіздерге көрсететін боламын. Нұрсаяның футболкасын кигізем десем, дәу дейді. Мынау юбкасы бар екен қара. Қара футболка жоқ екен Айлинда. Енді қара іздеу керек болды, е. Үйдің бәрін шашып тастады. Бағынал бері өсіп дайындалып жүр. Біз Wednesday боламыз деп, Хэллоуин ойнаймыз деп. Ойбай. Wednesday күшті образ болды. Кімде? Еркенұрды. Енді Айлинға қазір футболка табамыз. Айлинкоға Нұрсаяның кофтасын кигізіп едік. Жылап атыр, ұнамайды деп. Бұт жағы салбырап кетті. О, былай күшті кет. Давай, кеттік.